1 маусым халықаралық балаларды қорғау күніне орай Жаңаөзен қаласының жаяу жүргінші жолдарының жанына оқушы баланың бейнесі салынған белгілер орнатылды. Жобаның негізгі мақсаты жүргізушілерге мектептің жақын орналасқан оқушылардың өтетіндігін ескерту, жол ережелерін сақтауды ұғындыру. Жаяу жүргіншілер жолына балалар макеттері қойылды. Жаяу жүргінші жолына жақындаған көліктердің назарын аударып, жылдамдықты асырмауына ықпал етеді. Құрметті жүргізушілер, қарапайым жол ережесін сақтап, заң бұзушылыққа жол бермеңіздер. Іс-шара барысында қала бойынша жалпы саны 16 белгі орнатылды. Жоба Өзенмұнайгаз акционерлік қоғамы жұмыскерлерінің жергілікті кәсіподақ демеушілігімен, қалалық қоғамдық кеңес және қала әкімінің қолдауымен жүзеге асты. Балалардың қауіпсіздігі үшін жасалатын шаралар мұнымен тоқтап қалмайды дейді шаһар басшысы. Осы балаларымызды қорғау, балаларымыздың амандығын сақтау жағдайында бүгін енді мына жол жүру ережелеріне байланысты Өзенмұнайгаздың демеушілігімен, кәсіподақтың демеушілігімен осы жол жүру жолақтарына біздер мына артымызда тұрған балалардың кішкентай болса да мүсінін қойғымыз келеді. Себебі осы өткен 2021 жылы осы жол жүру ережесінде тек қана осы 15 жол оқиғасы болса көлікпен, соның 10-ы балалар болған. Биыл осы жартыжылдықтың төңірегінде 10 оқиға тіркеліп отыр. Осы жол жүру ережесінде соның 5-еуі балалармен болып отыр. Сондықтан бізге балаларымыздың амандығы керек, балаларымыздың болашағы керек. Аталған жолмен Жаңаөзен қаласының әкімі Айбек Қосылақ, Өзенмұнайгаз акционерлік қоғамының бас директоры Мақсат Ибағар балалардың бейнесі салынған макеттермен танысып, қала көшелеріндегі серуендеп жүрген ата-аналарға, балаларға және көлік жүргізушілеріне мерекелік сый-сияпаттар табыстады. Еркін Қарасайұлы, Батыр Ақмолдаев, Ақтау Ньюс.